Сәлеметсіздер ме? Мен Саркемер мектеп гимназиясының 10 сынып оқушысы Бүркітбай Аяулым Әнесқызы. Жоба тақырыбым қайырымдылық жылы жүректен. Қайырымдылық адамның ізгі қасиеттерінің бірі. Қайырымдылық ісіңнен көрінеді деген қазақ халқында жақсы сөз бар. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасын демекші, көмекке мұқтаж жандарға көмек көрсетіп, сонымен қатар қайырымдылық жасауды, кірттарға қайыр беріп, қарттарды аялауды, мүгедектерді қорғауды әрбір адамның, қайырымды адамның адамгершілік борышы деп есептеймін. Қайырымдылық жасау үшін астас бай болудың қажет жоқ. Ең бастысы, мейірімді жүрегің мен таза ниетің болса жеткілікті. Кез келген қиын жағдайда адам баласы әртүрлі бағыттағы көмек қолын соза алады. Біреулер жаны жабырқау жүргендерді жұбата отырып жүзіне күлкі сыйласа, екіншілері қиын сәтте қол ұшын беріп көмек жасайды. Бүгінде сонда игі істер түрлі акциялар мен жобаларды қолдап, қайырымдылықты өмірлік мақсат еткен жомарт жандардың саны жылдан жылға артып келеді. Солардың бірі Саркемер мектеп гимназиясының оқушылары арасында еріктілер тобынан құралған қайырымдылық жылы жүректен жобасы жүзеге асырылуда. Жобаның мақсаты білім алушыларды көмекке мұқтаж адамдарға, сонымен қатар әлеуметтік осал топтағы отбасы балаларына көмек көрсетуге бағытталған қайырымдылық шараларға тарту. Жобаның бізде 5 нақты міндеті бар. Атап өтсек, мектеп оқушыларының еріктілер тобын құру, сонымен қатар топ мүшелерінің өзіне тиесілі жұмыстарды атқару, әлеуметтік маңызды іс-шараларды ұйымдастыру, көмекке мұқтаж адамдарға көмек көрсету, жобаның нәтижелерін жалпы мектептегі ата-аналар жиналысында қорытындылау. Жобада күтілетін нәтиже, жобаға қатысушылар өздерінің қызмет процесінде өзінің әлеуметтік маңыздылығын түсініп қана қоймай, сонымен бірге олардың бойындағы шығармашылық дағдылар мен қабілеттер адамдарға нақты пайда әкелетінін түсінеді. Жобаны іске асыру кезеңдері бізге 3 кезеңде бөлінеді. Атап өтсек, ұйымдастырушылық дайындық кезеңі, сонымен қатар негізгі кезең және де қорытындылау кезеңі. Және де бұл бізде еріктілер тобының мүшелері, сонымен қатар еріктілер тобының тізімі, және де жобаны жүзеге асыру барысы. 2024 жылдың қыркүйек айында біз тақырыптың өзектілігін зерттеп талдаған болатынбыз. Оны жүзеге асырудың нақты мақсаты мен міндеттерін талқыладық. Сонымен қатар іс-шаралар жоспары құрылған болатын. Сондай-ақ көмекке мұқтаж адамдарды анықтау мақсатында ауыл тұрғындары, әлеуметтік сала мамандары және ауылдық кеңестен сауалнама жүргізген болатынбыз. Біздің ауылдық округке қарасты ардагерлер қарттардың әлеуметтік осал топтағы отбасылар саны анықтаған болатын. Және де іс-шаралар жоспары, яғни еріктілер тобының ережесін талқылау барысы, және де көмекке мұқтаж қарттар мен әлеуметтік осал топтағы отбасыларды анықтау барысы, және де бұл бізде іс-шаралар жоспары. Сонымен қатар бұл бізде еріктілер тобының ережесі. Еріктілер көмегі. Көмек көрсетпес бұрын топ жетекшісі әртүрлі жұмыс түрінде қауіпсіздік нұсқауларын беретін болады. Және де мысал ретінде айтатын болсақ, қар шығару, аумақты тазарту, және де үй тазалау, тағы да басқа нұсқаулар. Жарыс кезінде міндетті түрде осы принциптер қолданылады. Еріктілік, әдептілік, ашықтық, мәдениеттілік, және де әр мүшенің пікірін құрметтеу, ол бізде ең басты принцип. Біз қарт адамдарға қазан-қараша айларында үй жұмыстарына көмектескен болатынбыз. Атап өтетін болсақ, көкөніс бақшасын қаздық, ауланы сыпырдық, және де үйдегі заттарды ретке келтіріп, еден, ыдыс жудық, сонымен қатар қоршауды жинап реттеген болатынбыз, және де үйге су әкелген болатынбыз. Еріктілер тобы аула тазалаумен бірге мұқтаж қарттарға азық-түлік себетімен көмек көрсеткен болатын. Сонымен қатар еріктілер тобы қарттарды қолдау мақсатында қарттар біздің асыл қазынамыз атты іс-шара өткізген болатынбыз. Және де Алтыншы шапаның үй жұмыстарына көмектестік. Сонымен қатар Заракеева Кенжегүл апаның үй жұмыстарына көмектескен болатынбыз. Және де әлеуметтік осал топтағы отбасы балаларына көмек көрсету мақсатында бізде мектеп оқушылары жәрмеңке өткізген болатын. Және де осы жәрмеңкеден шыққан қаржыны әлеуметтік осал топтағы отбасыларға азық-түлік себетімен көмек көрсеткен болатынбыз. Және де қорытындылай келе, қайырымдылық жасау өзіңдегі бар жақсылықты бақытты өзгемен шынайы риясыз көңілмен бөлісе алу, ол материалдық немесе моральдық тұрғыда болсын. Ең бастысы шын ниетпен жасалынған әрбір қайырлы амалды қайырымдылық деп білеміз. Біздің ойымызша бұл игі іс қайтарымсыз негізде көрсетілген көмекке мұқтаж жандардың қажетін өтеудегі ізгіліктің нақты көрінісі болып табылады. Біз қарт адамдарға әлеуметтік осал топтағы отбасы балаларының өмір сүру деңгейін жақсарту үшін барымызды саламыз, және де көмек көрсетеміз. Алдағы уақытта жоспар бойынша 2024-2027 жылдарда жобамызды сәтті аяқтап, қайырымды істеріміздің ауқымы кең болу үшін демеушілеріміз бен еріктілердің санын арттырып, ізетті ісіміздің сапасын жоғарылату мақсатымыз болып табылады. Мақсаты мен арманы бір жастардың бастамасымен құрылған
Қайырымдылық жылы жүректен жобасы республика көлемінде танымал жобалардың бірі болады деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.